Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Сұлушаш. Бүгін сіздермен бисквитті зебра пирогын дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұмыртқаларымызды ыдысымызға жарып аламыз, кейін үстіне қантымызды қосамыз, одан кейін барлығын жақсылап миксерлейтін боламыз. Барлық керекті заттардың құрамын және көлемін төменде описаниеда қалдыратын боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Жұмыртқамыз бен қантымызды осылай ағарғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін бөлме температурасындағы қаймағымызды қосамыз. Менде дүкеннің қаймағы. Оны да тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне сары майымызды қосып миксерлейтін боламыз. Одан кейін үстіне ұнымызға қопсытқышымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, електен құрғақ ұнтақтарымызды қосатын боламыз. Ұнымызды бөліктерге бөле отырып қосамыз, сол кезде бисквитіміз өте жақсы көтерілетін болады. Бұл пирог өте оңай дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлық пирогымызға қажетті заттарымызды араластырып алғаннан кейін шыққан массамызды екі бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігіне какао ұнтағын қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Ал екінші бөлігіне ештеме қоспай, солай қалдырамыз. Кейін осылай қасықтың көмегімен бірінші сары, кейін қара, сұйық массамызды бірін үстіне бірін құя отырып, пирогымызды әсемдейтін боламыз. Барлығын құйып болғаннан кейін осылай зубочистканың көмегімен немесе спашканың көмегімен осындай сызықтарды жүргізу арқылы пирогымыздың бетіне өрнек саламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіретін боламыз. Міне піскен пирогымыз осындай болып көтерілді. Өте жұмсақ болып шықты. Менде сары қоспаның бояуы онша қатты көрінбей тұр. Бірақ байқасаңыздар, зебра сияқты жолақ-жолақ пирогтар шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, өте жақсы көтеріледі. Үйдегілеріңізге дайындап қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған Сұлушаш. Ас болсын, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.